Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету стандартына сәйкес, үй жағдайында әлеуметтік қызметтер азаматтардың мынадай санаттарына ұсынылады. Психоневрологиялық ауытқулары бар 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға, тірек қимыл аппараты бұзылған 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға, психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан мүгедектігі бар адамдарға, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға, егде жасына байланысты өзіне қызметтер көрсетуге мүмкіндігі жоқ адамдарға. Үй жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер кешенді күтімді қамтамасыз етеді. Оған медициналық, психологиялық және тұрмыстық қолдау кіреді. Бұл қызмет алушылардың өзін-өзі қамтамасыз етуін және өмір сүру сапасын ілгерілетуге жағдай жасайды.